Ассаламағалейкум, жаңалықтарды бәрінен бұрын біле отырғыңыз келсе, YouTube арнамызға жазылыңыз, видеоларымызға лайк басыңыз. Ресей мен Қазақстанның арасында тағы да дау-дамай пайда болды. Қазақстан-Ресей ғарыш айлақтарының бас операторы жердегі ғарыш инфрақұрылымын пайдалану орталығының мүлкін бұғаттады. Бұл туралы Азаттық радиосы хабарлады, деп жазады Адырна ұлттық порталы. The Moscow Times басылымының орыс қызметінің хабарына қарағанда, оған Ресей операторының Байтерек компаниясына Қазақстан мен Ресейдің бірлескен компаниясы 13,5 миллиард теңге берешегі себеп болған. Бұл қарыз Союз 5 зымыран тасығышының қоршаған ортаға әсерін бағалау жұмыстарына байланысты пайда болған. Қазақстан сот орындаушылары Ресей операторының Қазақстаннан материалдық құнды заттарды алып шығуына және оператор жетекшілерінің тергеу аяқталғанша республикадан кетуіне тыйым салған, деп жазады Қазақстан 24. Ғарышты игеру бағдарламасын бірге жүзеге асыру үшін 2005 жылы Қазақстан мен Ресей бірлесіп Байтерек кәсіпорнын құрған. Бағдарламада ұлы гептелмен ұшатын протон зымыран тасығышының орнына экологиялық тұрғыдан залалсыз зымыран тасығыш пайдалануға көшу көзделген. Жаңа старт алаңын салу жоспарланғанымен ол кейінге қалды, делінген хабарламада.